Енді песочный тестамызды жасайық, қыздар. Ол үшін ұнымызды ыдысымызға салып, оның үстінен холодильникте тұрған, яғни салқын температурадағы сары майымызды саламыз. Сары май 72,5%, не болмаса 82,5% болуы керек, қыздар. Және де сары майдың салқын болып тұруы өте маңызды. Екеуін салып болғаннан кейін жақсылап теркамен осылай ұнға шылап отырып, майымызды теркадан өткізіп шығамыз. Сонымен ұнымызбен араластырып, жақсылап тұрып крошка жасап аламыз, қыздар. Міне теркадан кейін кішкене қолымыздың көмегімен ұнымызбен сары майызды біріктіріп, крошка қылып жасаймыз, қыздар. Крошкамызды жасап болғаннан кейін қантымызбен разрыхлительді қосып, жақсылап араластырамыз. Менде разрыхлитель пакнар болған. Пакнарды қолдансаңыздар болады, не болмаса кез келген разрыхлитель бола береді, қыздар. Жақсылап араластырылып болғаннан кейін осындай айранымызды қосамыз, және де бір жұмыртқамызды қосамыз. Айранды үйдік айранын болмаса, дүкендегі айранды қолдансаңыздар болады. Менде түлкібаский айран. Сосын барлығын жақсылап осылай біріктіреміз, қыздар. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығу керек. Сол үшін қатты баспай, жай біріктіріп отырып араластырсаңыздар, қамырымыз бірігеді. Кішкене арасында ұн қосып жіберсеңіздер болады, егер қолдарыңызға жабысып жатса. Осылай жақсылап араластырамыз. Қамырымыз міне өте жұмсақ болып шығады, қыздар. Барлығын біткеннен кейін салафанымызға алып, қамырымызды салып, холодильникке 15-20 минутқа қойып қоямыз. Творожный пирогымызды жасауымыз үшін осылай ыдысымызға творогымызды саламыз. Менде осындай домашний творог. Негізінен творогты кішкене қоюла творог қосқандарыңыз дұрыс болады. Әйтпесе пирогтарыңыз сұйық болып қалуы мүмкін. Творогымыздың үстіне сметанамызды қосамыз. Оның үстіне қантымызды қосып, 2 жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаның осында сыртқы қабыға өтіп кетуі мүмкін, сол үшін өте мұқият болыңыздар, қыздар. Осы массаның үстіне 2 қасық үлкен ас қасықпен ұнды саламыз. Бұл бізде кішкене творогымызды қоюлатып, әдемі қылып шығару үшін ұн қосылады. Барлық массаны блендердің көмегімен жақсылап тұрып блендерлеп аламыз. Массамызды араластырамыз. Енді осындай ыдысымызды аламыз. Менде бұл 24 диаметрі. Негізінен ыдыстарыңыз жақсы, егер жабыспайтын болса, ешқандай май жағудың қажеті жоқ. Бірақ мендегі форма кішкене ескілеу болғандықтан мен осылай сары майды жағып алам, сәл-сәл. Сонымен соның үстіне қамырымызды орналастырамыз. Қамырымызға кішкене ұн қоса отырып, жайлап жаятын боламыз. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан асықпай
қолымызбен басып осылай жайғанымыз дұрыс болады. Мен сіздерге әдейі жақсы көріну үшін осылай жайрақ қып қойдым. Мұқият қарап алыңыздар. Осындай кішігірім оқтаудың көмегімен айналдыра отырып асықпай жаямыз. Егер ұн жеткіліксіз болса, шым ұнды қосып отырып жайсаңыздар да болады. Қамырымызды жайып болғаннан кейін осылай екіге бүктеп формамызға орналастырамыз. Сөйтіп өзіміздің қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып астын жан-жақтарын басып шығатын боламыз. Қамырымыздың артық жерлерін осылай пышақтың көмегімен алып шығатын боламыз. Сонда қамырымыздың көлемі бірде болып әдемі болып шығады. Барлығы біткеннен кейін осылай вилкамен бір төбесін басып шықсаңыздар болады. Және де ортасын міндетті түрде 10 шақты рет тесіп шығамыз осы вилканың көмегімен. Одан кейін осылай массамызды үстіне құйып, формамызды кішкене шайқап тегістеп жібереміз массамызды. Начинкамыздың үстіне кез келген ягоданы қоссаңыздар болады, қыздар. Менде замороженный клубника. Сіздер замороженный болмаса свежий түрдегі ягодаларды өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Барлығы біткеннен кейін тестамызды, осы пирогымызды 30 минутқа 180 градусқа қоямыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Формадан алатын кезде пышақпен сәл-сәл шет жақтарын осылай ашып басып жібереміз. Және де астын бір көтеріп жібереміз. Осындай слезы ангела творожный пирогтарға алуға осындай менде форма бар. Бұл негізі пирогтың астыңғы формасы. Осымен алған өте ыңғайлы болады. Себебі пирогымыз өте жұмсақ болғандықтан бірден алу кішкене қиындау болуы мүмкін. Осылай алып контейнерімізге жайлап қоямыз. Пирогымыздың бетін әрлеп жіберу үшін кішкене сахарный пудраны қолданып, бетіне сеуіп жүрсеңіздер болады.